Elin arasında durgan беріп жатыр. Перевод қабылдай беріңіздер. Ода тұрған ештеңе жоқ. Күніне 1000 перевод қабылдайсыз ба, 2000 перевод. Главное, чек берсеңіздер болды. Өздеріңізді. Немен апарып ертең ана тексеру кезінде қайдан келдік біз чек беріп жатырмыз дейсіз, болды, ешкім ештеңе демейді. Бола береді. Абылай айына 100 операция деп айтып отыр. Күніне 1000 операция қабылдауымыз бола береді. А не кезінде отчет тастыратын барлығы? Налогын көрсетсе чек бересіз ғой. Құрметті қалайық, халық қалаулысы Толықбай баласы Мақсат биылғы жаңа жылда онлайн есеп аударуда біраз адамның, яғни кәсіпкерлер мен шағын саудада жүрген жандарды үрейге, күмән күдікке жетелеген. Соңы қалай болар екен? Каспийді істетпей нағақшаға өтеміз бе деп абыржып жүрген біраз әлеуметке толық ақпаратты беріп, Мақсат мүддені айқындап кеткендей болды. Өз аузымен базарды аралап айтты. Енді қорқатын түкте жоқ. Есебіңіз анық, қағаз талондарыңыз толық болса, сізді ешкім тексермейді, кәсіптен нәсіп тауып жатқан жұмысыңызды тоқтата алмайды. Өйткені жаңа Қазақстан кәсіпкерлерді қолдайды. Цифрлы Қазақстанды жеделдетіп, дамыған елдердің қатарына тезден қосылу елдің мұраты екенін әу баста айқындап алған. Халықты кейбір үрейлі ақпаратқа, немесе толық емес күмәнді ойларға жетелейтін осындай жағдайларға депутаттар дер кезінде ескертіп, артық әуре сарсаңға салмаса, нұр үстіне нұр болар еді. Керек телеарнасының жүргізушісі мен Ермек Қанатбекұлы, елімізде салық заңының пәрменді екенін білемін. Сонымен орай, салық заңы күшейген сайын халықтың қалтасын қағатын, Каспийдегі онлайн аударымдағы алаяқтыққа мүлдем жол бермейтін, жалған ақпарат, қитұрқы әдіс айлалармен қарапайым халықты қарызға отырғызып кететін сұмырайларды қатаң жазаласа, ең керемет болар еді. Өйткені мемлекеттің қожасы халық. Халық мемлекеттің заңына сенеді. Сонда билік пен халық арасында балық пен судай қарым-қатынас, көпірлік сенім ұзағынан болар еді. Біздің де көксегеніміз осы. Ардақты әлеумет, ойдан ой туады демекші. Және бір халық арасында шулы ақпаратқа айналып кеткен ескі машинаның жыры. Машинамызды қайтеміз. Жаңа машинаны алуға қалтамыз таяз дейтін халыққа дұрыс ақпарат керек. Бұл жерде экология мәселесі болса, ауаны ластайтын, түтіндететін машиналарды доғарған ол дұрыс. Ал жүруге жарамды, ешқандай зияны жоқ ескі көліктер жаңа машина алмасқанға дейін жүру мүмкіндігі болуын, және сол ескі машина мемлекеттің қолдауымен жаңа машинаның алмасуына бір кәдеге жараса, елімізде барлығы жаңа машинаға толып жүрсе, біз қуаныштымыз. Өзбекстанға барған сапарымызда байқадық. Қатты бір қымбат бағалы машина көп болмаса да, өздерінің отандық өнімдерімен халықтың қажетіне жараған жаңа машиналар көп екен. Біз үлкен алып елміз, бай елміз. Техника жетеді. Қазақ топырағынан мыңдап табылатын шикізаттар туралы әңгіме айту артық. Дәл осы машинаға келгенде, отандық арзан машина неге аз, немесе қымбат? Халықты шетелден машина әкелмеуге ең жақсы жол өзімізден машина шықса. Өйткені шетелден қазақ даласына олардың мінуге жарамсыз болған, немесе техникалық салауаты алынып тасталған машиналар келеді. Және ол таможналық салықпен қымбат боп енеді. Елден қалған ескі құсқыны қашанға дейін міне береміз? Неге бізде жаңа машина мінуге хақымыз жоқ? Мінейік. Керісінше қазақ елінен машиналар жасалып шетелге шықсын. Бізде небір таланттар бар. Ауылда жасырылып жатқан ағайындарды қалаға жетектеп машина жасау өндірісін әкелсе, жұмыста табылады, ақшада табылады. Ел бай қуаттанады. Ал шетелден келетін жаңа машиналарға, жүруге жарамды көліктерге таможналық салықты азайтқаны дұрыс. Сонда еш ұтылмаймыз. Ендеше еліміз аман, жұртымыз тыныш, әр қазақ бай намысты болуға хақылы.